Сәлеметсіңдер ме, менің 9 сынып оқушыларым. Бүгін біз сіздермен қазақ әдебиеті пәнінен 1-тоқсанның 2 ПЖБ-сын талдайтын боламыз. Талдамас бұрын әуелі біз арнаға тіркеліп алайық. Сонымен осы тоқсандағы тарауымыз асылдан қалған асыл сөз бөлім бойынша жиынтық бағалау. Бұл тарауда біздер Сырымдатұлының және Бұқар жыраудың шығармаларын өткен болатынбыз. Біржан Сары айтысы деген. Енді бірінші тапсырмаға назар аударайық. Оқушыларым бірінші тапсырмада Біржан Сары айтысының тарихи құндылығына баға беріңіз дейтін мәтін бойынша және себебін оны былай түсіндіремін. Мен оны мына мысалдармен, фактілермен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен мынадай шешімге келдім деген осындай кестеге сәйкес жазамыз екен, яғни талдаймыз. Ендеше бірінші тапсырманың жауабына назар аударайық. Менің ойымша Біржан Сары айтысы ерекше айтыс болған. Оның тарихта қалуының себебі айтыстың көркемдік құндылығында. Мен оны былай түсіндіремін. Осы айтыста Сары сол заманның ең өзекті мәселелерінің бірі әйел теңсіздігі, ескі салт дәстүр, әдет ғұрыпқа өз қарсылығын білдіреді. Енді келесі, мен оны мына дәлелдермен мысал келтіре аламын. Айтыста Сары күйеуінің қырсық мінезінің кесірінен жеңіліске ұшырауы, Біржанның Сараны қиын жағдайда қалдырып кетпей, еріксіз шыққан күйеуінен бостандық алып береді. Бұл сол кездегі ең алғашқы әйел теңсіздігі тақырыбының көтерілуі деген пікірге келдім. Мен үшіншісіне осыған байланысты мен мынадай шешімге келдім. Біржан Сары айтысы көптеген айтыстардың бірі емес, әлеуметтік теңсіздік пен қоғамдағы келеңсіз жайттарды әйел бостандығын көтеруге бастау болған тарихи құнды шығарма деп санаймын. Оқушыларым, бұл ПЖБ-ның бірінші тапсырмасының жауаптары болатын. Енді екінші ПЖБ-ның тапсырмаларын қарастырайық. Бұл екінші ПЖБ-ның тапсырмаларында, яғни Бұқар жыраудың Тілек шығармасының несімен құнды, шығарманың көркемдік құндылығын маңызды деп тапқан 5-6 сөйлеммен сабақтап, нақты 2 мысалмен келтіріңіз дейді. Мен былай келтірдім. Бұқар жыраудың Тілек шығармасының көркемдік ерекшелігі мынада. Тілдік құрылысы өзгеше, тәлім-тәрбиелік мәні зор, сонымен қатар теңеу, эпитет, метафора сынды көркемдегіш құралдарды өте орынды қолданған. Мысалмен дәлелдер болсақ, бірінші тілектеңіз бір Аллаға жазбасқа деп дінге, тәрбиеге қатысты сөздермен өлең жолдарын бастайды. Содан ары қарай шығарманың құндылығын бұдан әрі шумақтардан көруге болады. Екінші тілектеңіз ең шұғыл пасық залымның тіліне еріп азбасқа дей отырып, қоғамдағы арбаушы адамдардан аулақ болып, рухани мықты адам болуға шақырады. Тағы бар мысал келтіретін болсақ, төртінші тілектеңіз төрде төсек тартып жатпасқа деп денсаулықтың қадірін білуге, денсаулықтың маңыздылығын түсіндіреді. Бұқар жыраудың қай шығармасын алып қарасақ та өте құнды шығарма. Бұл шығармалардың барлығында әлеуметтік мәселелерге тоқталған, қоғамдағы болып жатқан жайттарды сөз еткен. Міне оқушыларым, бүгін біздер сіздермен екінші ПЖБ-ның 2 тапсырмасын талқыладық. Сіздер өз нұсқаларыңызбен салыстырып көріңіздер. Арнаға тіркеліп қолдау білдіре кетіңіздер.